Қаржылық сауаттылық пен жеке қаржы туралы білім интернетте ең қатты бағаланбаған салалардың бірі. Бірақ қаржылық сауаттылық деген ол простатит сияқты. Яғни жас кезімізде оған көңіл бөлмесек, 40 жасымызда барлығымызды түн ұйқымызды төрт бөлетін дүние да. Бірақ интернетте қазір қарап тұрсақ, пайдасыз суға толы кеңестер өте көп. Сол кеңестің ортасында мен 10 түрлі кеңес сіздерге айтқым келеді. Неге? Себебі менің атым Еркебұлан, 28 жасымда простатит те жоқ және қаржылық еркіндікке жеткен адаммын деп есептеймін. Және бірден дисклеймер болсыншы, қаржылық еркіндік деген немесе қаржыға тәуелсіздік деген ол ақшасыз өмір сүріп, монах болып тауға кетіп қалу емес. Қаржылық еркіндік деген ол біздің қажеттіліктеріміз қанағаттандыратындай жеткілікті ақшаны жинау, соны дұрыс басқару және өзімізге дәулет алып келетін капитал құруды айтамыз. Сонымен дәл осындай қаржылық еркіндікке жеткізетін 10 түрлі кеңес қабыл алыңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Әрине, оған кіріспес бұрын мына YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар, ал біз бастаймыз. Ең біріншіден, кез келген адамда бірнеше табыс көзі болу керек, кіріс көзі болу керек. Бұны орыс тілінде айтқанда несколько источников дохода деген сөзбен көп таралғанда, бұны біз қалай түсінеміз? Ең біріншіден, мына өмір туралы кішкене айтып өтейін да. Біздің өміріміз рискке толы болады. Себебі, айталық, сіз белгілі бір карьераны, жұмысты таңдаған кезде бір адамның қол астынан жұмыс жасайсыз да, яғни өзіңіздің жауапкершілікті сол адамға артып қоясыз. Кейін ол адам мысалы ауырып қалса, немесе сол компанияға бірдеңе болса, сіз бірден кіріс көзіңізді жоғалтып аласыз да, қаржылық қиындыққа ұшырап қалуыңыз мүмкін. Қарапайым, мына бір столды қарастырайықшы. Мынау жақсы мысал емес, бірақ 4 аяғы бар, дәл осындай столды қарастырайық. Ол 4 аяғы бар болғандықтан равновесие ұстап тұрады. Ал енді ойлаңыз, бұл столда 4 аяқ емес, 24 аяқ болса, және сол 24 аяқтың 4-еуін, 5-еуін сындырсақ та, бұл мынандай тепе-теңдікте тұра беретін еді. Яғни біз өмірімізді дәл солай ұстауымыз керек. Біздің өзіміздің жұмысымыз бар, одан ақша түседі. Қосымша фриланс деген бар да, фриланспен айналысатын қазір сайттар өте көп. Сол жерде жұмысымыз бар. Қосымша, мысалы инвестиция тағы да басқа, сол жерден ақша түсетіндей болу керек. Қосымша, қазір онлайн курс деген заманы, шарықтап тұрған заманы, курс жасаңыз, содан ақша табыңыз. Тағы да басқа сияқты бірнеше табыс көзін қалыптастырыңыз. Бұл сізге ең бірінші кеңес болсын. Екінші кеңес көбіне 30 жасқа дейінгі кісілерге арналады. Ол қалай? Кез келген мүмкіндікке я деп айтыңыз. Себебі біз 30 жасқа толғанға дейін әлі қаржылық жағдайымыз, карьерамыз, өмірлік ұстанымымыз қалыптаспаған адамбыз. Сіздер ойлаңыз, мысалы 30 жасқа дейін біз ашпыз десек болады. Ал кез келген бізге беріліп тұрған мүмкіндік ол біздің асымыз, тамағымыз да. Біз айтайық, қарнымыз ашып тұрса, біз алдымызға алып келген тамаққа жоқ, мен жемеймін, мен кішкене басқа тамақты жақсы көремін деп айтпайсыз ғой. Қарныңыз ашып тұрса, сіз міндетті түрде сол тамақты жейсіз. Дәл сол сияқты 30 жасқа дейін сізге біреу айтса, мына жерде тойды суретке түсіріп жіберу керек еді десе, сіз анандай айтпаңыз, ой, оны суретке түсіретіндей мен дәрежем төмен емес, басқа емес. Барыңыз да түсіріңіз, ақшаны табыңыз. Оны білмеймін ба, білесіз ба, маңызды емес. Видеограф емессіз, бірақ видео түсіруге шақырама, барып түсіріңіз, үйреніп аласыз сол жерде. Мысалы, айталық, мобилограф емессіз, бір блогердің артынан жүгіріп жүріп түсіріп монтаж жасау керек па? Жасаңыз, оның барлығын жасау керек, ал істің барлығын по ходу дела үйреніп аласыз. Ал 30 жастан асқаннан кейін сізге уже артыңыздан мүмкіндіктер жүгіретін болады. Сол кезде жоқ деп айтуды үйренуіміз керек. Үшінші кеңес. Көрінген дүниені сатып ала бермейміз. Немесе бұны жақсы бір орысша сөзбен айтады, эмоциональная покупка дейді да, сондай дүниені жасамауымыз керек. Бір жақсы техника айтайын. Дәл қазір бұлай жасап көрейікші. Мына видеоны, осы айтқан тыңдап алыңыз, содан кейін мына видеоны паузаға қойыңыз да, айналаңызға қараңыз. Қазір қандай бөлмеде отырсыз? Үйіңізде отырсаңыз, айналаңызға қараңыз да, заттарды қарап шығыңыз. Мысалы, мына компьютер, мына жерде мына микрофон бар, телефон бар, киім-кешек бар. Солардың барлығын қараңыз да, соңғы рет қашан қолданғаныңызды есіңізге түсіріңіз. Егер де соңғы 1-2 айда қолдансаңыз, ол дүние сізге керек. Бірақ мысалы соңғы 3-4 ай оны қолданбаған болсаңыз, просто тұрған болса, демек ол дүние сізге керек емес. Болашақта да сондай дүние сізге керек болмайды. Сондықтан сол дүниені алыңыз да, бір қағазға немесе заметкаға атын жазып алыңыз. Мынандай компьютер, мынандай киім, мынандай ручка, мынандай блокнот, бірдеңе, сондайлардың атын барлығын жазып алыңыз. Сол тізімді әрқашан жаныңызда ұстаңыз. Кейін мысалы
бір дүкенге бір жерге барған кезде сол тізімнің ішінде болатын затты өзіңізге сатып алмаймын деп уәде беріңіз. Бұл дүние сіздерге керек емес шығындардың барлығын қысқартуға көмектеседі. Маған сеніңіз, менің өмірімде тексерілген дүние. Төртінші кеңес, шығынды жоспарлаңыз. Шығынды жоспарлауды барынша анандай простой дейді ғой, барынша оңай етіп жасаңыз. Мысалы, мен өзімнің шығынымды қалай жоспарлаймын, сіздерге мысал келтірейін да. Маған кез келген ақша түссе, біреу қарызын қайтарса, инвестициядан пассив кіріс түссе, трейдингнан түссе, курстан түссе, кәсіптен түссе, кез келген ақша түссе де, мен 20%-ын мен оны сақтап қоямын. Ол менің ақшам, бұны мен ешқайда жұмсауыма болмайды. 20%-ын қалай бөлемін? 10%-ын мен өзіме подушка безопасности дейді, немесе ұзын сарыға деп мен қазақша айтайын, ұзын сарыға сақтап қоямыз. Оны мен тек қана наличка түрінде ұстаймын, және не доллармен, не теңгемен ұстаймын. Бұл 20%-ың ішіндегі 10%. 20%-ың қалған 10%-ын мен инвестицияға жұмсаймын. Ол инвестиция әртүрлі болуы мүмкін. Акция, облигация, криптовалюта, кішігірім бизнестарға тағы да басқа. Дәл осылай жұмсаймын. Қалған 80%-ын мен шығындарыма жұмсаймын. Ол шығындарымды категорияларын өте үлкен қылмаймын. Бірнеше категория бар да. Білім, ол күнделікті өмір, оның ішіне тамақ, жол барлығы кіреді, және туыстарым, сыйлықтар деген сияқты. Бірнеше өзіңізге маңызды категорияны жасап алыңыздар да. CoinKeeper деген приложение бар. CoinKeeper деп жазылады. Соны жазып алыңыз. Сол жерде шығындарыңыздың барлығын бақылау оңайырақ болады. Кейін осы 80%-тен ақшаңыз артылып қалып жатса, керемет, сіз оны қосымша инвестицияға немесе сақтауға жұмсайсыз. Артылмаса, тоже проблема емес. Себебі сіз уже алдын ала инвестиция жасап қойдыңыз да. Мынандай бір жақсы сөз бар. Кедейлер өзінің шығынынан қалған ақшасын инвестиция жасайды, ал байлар инвестициядан қалған ақшасын өміріне жұмсайды. Осы ережені сақтап қойыңыз. Бесінші кеңес, инвестиция жасауды бастаңыз. Себебі инвестицияның қаншалықты маңызды екенін осы жерде сіздерге түсіндіріп отпайын. Просто ол интернетте уже 100 рет 1.692.000 рет сізге айтты ғой инвестиция жасау керек деп. Қалай жасаймыз, соны сіздерге қысқаша жолын айтайын. Ең оңай жолы, сіздер Қазақстаннан көресіздер ғой. Қазақстаннан көрсеңіздер, жай ғана Халық Инвест, Жусан Инвест немесе Freedom Finance деген бар. Сол жерден брокерлік шот ашыңыз да, мысалы айтайық, Жусан Инвесттен ашсаңыз, ETF деген дүниені сатып алыңыз. Exchange Traded Fund. Бұл не? Бұл осындай қорлар, ол қорлардың ішіне мысалы 100 акцияның кішкентай бөлігі кіруі мүмкін. Яғни өте үлкен диверсификациясы бар, рискі аз қорлар. Әрине, бұдан керемет байып пайда тауып кетпейсіз, бірақ инвестицияңызды қауіпсіз түрде бастауға өте жақсы жол. Мысалы айтайық, TQQQ деген мысалы ETF бар. Соны сатып алсаңыз болады. SPY деген сияқты әртүрлі. Солардан инвестицияны бастаңыз, ары қарай тереңірек өзіңіз түсініп аласыз. Түсінбесеңіз, маған Инстаграмда жазсаңыз болады. Нөмір 6 кеңес. Қоғамдық желілерде орысша жақсы сөз бар, проявляция ету керек. Өзімізді көрсетуіміз керек. Ол қандай? Инстаграмда, мысалы Телеграм, білмеймін, TikTok, LinkedIn, Facebook, кез келген жерде өзіміздің басты қабілеттеріміз туралы айтсақ, адамдар бізді тани бастайды. Мысалы, сіз мықты сварщик болуыңыз мүмкін, бірақ ол туралы үйдегі мамаңыз біледі, үйдің қарсы тұратын көршіңіз біледі, басқа ешкім білмеуі мүмкін да. Оны ешкім білмесе, сізді қалай адамдар жұмысқа шақырады, сіздің қызметіңізді қалай сатып алады? Әрине алмайды. Ол үшін біз бір жерге айтуымыз керек. Ей, жарандар, қараңдар, мен сварщикпін, мен мына жерде мені күшті сваркілеп жатырмын, мені күшті осындай үйді салдық деп айтсаңыз, уже Инстаграмда айтыңыз, Телеграмда, ТикТокта кез келген жерде айтыңыз, сізді басқа адамдар көріп, мына Асқар сварщик екен, кейін үйімді салғанда осыны шақырайын деп өзіне түртіп алады. Кейін сіздің қызметіңізді сатып алады. Мүмкін сізді жұмысқа шақырады. Сварщик болмасаңыз, мұғалім болсаңыз да, баласына репетитор қылып сізді шақырады да. Кез келген саламен айналыссаңыз, сол салада мықты эксперт болу және экспертлікті басқа біреуге көрсету үшін осындай қоғамдық желіде жеке брендпен айналысу керек. Келесі кеңес. Кітап оқыңыз, курстарға қатысыңыз, әрдайым біліп алыңыз. Себебі сіздерге мынандай бір ерекшелікті айтайықшы, кітап оқитын немесе білім алып жүрген адаммен жай ғана өмір сүретін адамның айырмашылығы не? Білім алып жүрген адам сол кітаптың авторы немесе курстың авторы жасаған бүкіл 10-20 жылдық тәжірибені алады да, бір айдың ішінде үйреніп алады. Немесе бір айдың ішінде соның бір 50%-ын албаса да, оның өзі үлкен жетістік. Ал кітапты оқымайтын, курстарға қатыспайтын адам ол дүниеден жұрдай қалады. Мысалы, мен өмірімнен мысал келтірейін.
келтірейінші. Мен студент кезімде өте үлкен қарызға кіріп жүрген кезім болды. Сол қарызға кіріп жүргенде «Самый богатый человек в Вавилоне» деген болды. Сол кітаптың ішінде қарызды қалай жабу керек техникасын көрсетті. Адамдармен кездесіп, осылай жоспарларын құрып, табыстың осынша бөлігін қарызды жабуға жұмса деп. Сол кітаптың арқасында мен қарызынан құтылдым. Бұл бір, бірақ екінші побочный эффект ретінде мен өзіме қосымша тағы бір білім алып алдым. Бағана кеңестің бірінде айтып едім ғой, әрбір табыстың 20%-ын былай сақтап қоямын деп. Вот «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітаптың сол жерде осы техниканы ашып көрсеткен, содан мен білім алып алдым. Одан бөлек, мысалы мен қатысып жатқан курстар бар, сіздер мүмкін қатысып жатқан курстар бар, соларды көрсеңіз, қандай білім бар екенін түсінесіз. Сондықтан бұл кеңесте былай біріктірейік, білім алыңыз. Нөмір 8. Кредитқа мұқият болыңыздар. Мысалы Қазақстанда айтатын болсақ, бізде просрочка жасалған кредиттар, жалпы халықтың закредитованность дейді, халықтың кредит алу деңгейі өте жоғары, көбіне болашақты ескермей ойлана береміз. Кредит алуға өзіңізге бірнеше ереже жасап алыңызшы. Ең біріншіден сіздер потребительский дейді, яғни тұтынушылық кредит алмайсыздар. Жай ғана телефон сатып алу үшін, компьютер сатып алу үшін, стиральный машина сатып алу үшін кредит алмаңыздар да, оны кішкене қаржыны жоспарлап барып алыңыздар. Бұл бір. Екіншіден, кредит алатын болсаңыздар, міндетті түрде пайыздық мөлшерлемеге назар аударыңыздар. Яғни депозитке ақша салғанда қанша процент сізге қайтарады? 15% па? Яғни кредиттің жылдық қайтарымы сол 15%-тен тым жоғары болмау керек, соның айналасында болу керек. Мысалы, дамудың бизнесқа беретін кредитінің қайтарымы жылына 4%. 15-тен төмен ба, значит нормальный кредит. Отбасы банктың ипотекасы 11% па, 15-тен төмен ба, значит нормальный. Льготное автокредитование, да, 4%. Кейбір жерлерде мысалы тіпті 14%-ке машина береді, 15-тен төмен ба, нормально. Бірақ мысалы микрофинансовый организациялар бар. Олар мысалы 100 мың теңге аласыздар, айына 2% беру мүмкін, ол жылына мысалы 50% да, ол жаман кредит. Кейбір айталық банктер кредит береді, жылына 50%-пен қайтарыммен, ол жаман кредит. Яғни басты назар аударатын дүние, қанша ақшаны кредит қалғанымыз емес, қандай пайызбен қайтарамыз, сол ең маңыздысы, соған мұқият болыңыз. 9-шы кеңес. Бұны сіз мүмкін естіген шығарсыз, бірақ қосымша артық айтып жіберу мүмкін емес та, себебі асыра сілтеу бұның маңызы мүмкін емес. Бұл біздің орта. Мынандай бір жақсы сөз бар. Your network is your net worth деген. Яғни біздің network ол біздің пайдамызға пара-пар болады. Мысалы, сіздің жалақыңыз немесе ай сайынғы табысыңыз ол сізге ең жақын араласатын 5 адамның табысының орташасына тең. Яғни достарыңыз, туыстарыңыз қандай ақша тапса, сіз примерно сондай ақша табасыз. Табысыңызды көтеру үшін сіз әрине мықты ақша табатын адамдармен араласуыңыз керек. Себебі олар қалай жұмыс жасайды, олардың шешім қабылдау процестері қандай, құндылықтары қандай, сондай дүниелерге сіз амалсыз назар аударасыз да өзіңізді де жаңа деңгейге көтересіз. 10-шы кеңес ең соңғысы болсын, бірақ мүмкін ең маңыздысын соңына қалдырып жатырмын. Күтпеңіз. Ол қалай? Біз қазір сіздер мына осы видеоны көріп отырып, өзіңіздің ойыңызға қарасаңыз, мүмкін ортақ дүние табарсыздар да. Кез келген адам өмірінде әйтеуір бір күні, білмеймін қалай екен, бірақ бір күні байып кетем деп ойлайды. Немесе әйтеуір бір күні өмірі бір жақсы жаққа өзгеріп кетеді деп ойлайды да. Бірақ сондайдың болатынына барлығымыз сенеміз, бірақ оның қашан екенін білмейміз, сондықтан өмір бақи бірдеңені күтіп жүреміз да. Сіздерге бір шындық айтайыншы, ол шындық ащы болуы мүмкін, бірақ ол шындық. Күтпеңіз. Себебі қалай ойлайсыздар? Қаншама адам өмірінде кедей болып, өмірінің соңына дейін жүрді, қалай ойлайсыздар? Олар ойлаған жоқ па өмірінде жақсылық болады деп? Олар да ойлады, олар да күтті, бірақ оларға болған жоқ қой. Себебі бір дүниені есте сақтауымыз керек. Бүгінгі сияқты мүмкіндік бізде ешқашан болмайды. Бүгінгі сияқты жас болмаймыз, себебі ертең сіз бір күнге қартаясыз да. Дәл бүгін сізде уақыт бар, ертең өміріңізде кез келген дүние болуы мүмкін. Ертең тіпті өмір сүресіз ба білмейсіз да. Сондықтан бүгінгі берілетін соншама таза ауа, денсаулық, сондай уақыт, сондай ешқашан берілмейді. Сондықтан алдыңызда бір ой шықты ма, кәсіп ашайын, бір кітапты оқып алайын, курсқа қатысып алайын, біреумен достасып алайын, танысып алайын, қызға барайын, әртүрлі да қыздармен танысып өмірімді үйленейін, спортқа барайын. Кез келген осындай ой шықты ма, ертеңге қалдырмаңыз, бүгін жасаңыз. Себебі бүгін жасайтын адам ертең жасайтын адамнан бір күнге алда жүреді. Сонымен бұл менің қаржылық еркіндік туралы 10 кеңесім.
пайдалы болса жазып алыңыздар, өмірлеріңізде қолданыңыздар, бірақ ни в коем случае мен өзімді әлемдегі ең ақылды адам деп есептемеймін. Бұл оң кеңес менің өмірімдегі тәжірибеден алынған. Егер де қосатын дүниелеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар, мен оқимын, тіпті одан мен білім алуға тырысамын, себебі менің тәжірибем бір бөлек, басқа сіздердің тәжірибелеріңіз бір бөлек болуы мүмкін. Әрбіріміз бір-бірімізден үйренетін дүние көп болуы мүмкін. Ал менің контентім ұнаса, мына YouTube парақшаға тіркеліп қойыңыздар, басқа да қоғамдық желіде менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен тығыз байланыста болуға қуаныштымын. Сау болыңыздар.